Ya dostlar, biz осы Эврика астындағы барлығы 500 теңге дейтін магазинге келдік. Қазір ішіне кіріп, ішінде қандай заттар бар екен барлығын көрсететін боламыз. Қараңыздар достар, мына жақта неше түрлі балаларды қызықтыратын заттар бар. Қазіргі осы хит болып жатқан осы указка бар. Бұның аты пикник палочка екен. И мынандай блокноттар, жоқ блокнот емес, бұл резинка, невидимка, кремдер, мынандай ойыншықтар. И мынандай ойындар бар екен достар. Біз алдында бір алғанбыз бұны. Ал қыздар біраз ойнаған болатын. Бұны біз ол кезде қанша теңгеге алдық? 500 теңге алдық па, Дария? 400 теңгеге алдық па? 500-ге алдық па? 200. Мына жақта достар өте арзан екен. 150 теңгені ал. Мына ойынды алып ойнасаңыздар өкінбейсіздер. Балаларыңыз кішкене телефоннан алшақ болады. Осы ойынды ойнап, как миын аштырып, головоломка сияқты қайсы затты қайда қою керек, соның бәрін миы кішкене жұмыс істейтін ойын алсаңыздар өкінбейсіздер. И мынандай ойыншықтар бар екен. Бұны как простыратын ғой. Бұл 400 теңге екен. И келесі зат бізде осындай куроми заттар. Куромидің тырнағы, куромидің фанаттары осын алып, жапсырып, әдемі болып жүрсеңіздер болады. Бұның бағасы не бәрі 150 теңге екен. Келесі уже бұл үлкендердің жасайтын тырнағы 300 теңге. И мына жақта қараңыздар достар, бальзам для губ бар. Бұл жерде қазіргі қыздардың ұнататын персонаждардың помадалары, Куроми, Синаво, Hello Kitty, короче, бәрі бар. Мына жақта айналар бар екен, қараңыздар достар. Вообще күшті. Ашшы, Дария. Сырты блестящий әдемі екен. Осындай бокалдар бар, ободоктар. Достар, бұл біздің танысымыздың магазині. Танысымыз бізге ошеге кішігірім реклама істеп беріңіздер деп попросить еткен болатын. Сол себепті біз осы магазинге келіп кішігірім видео обзор жасайын деп шештік. Бұл магазин енді ашылып жатыр. Достар, әлі ішінде көптеген поступлениелер болады. Келіп көрсеңіздер болады. Бағаларымен вообще арзан екен. Жаңағы ойынның өзін біз пеншопта 400 теңге ма сондай бағаға көргенбіз, ал мына жақта 150 теңге екен. Осы ойынды алсаңыздар өкінбейсіздер, қыздар өйткені ойнап көрген оны. И осы ойыншықты да алсаңыздар өкінбейсіздер. Мына жақта очкилер, қазір уже очки киетін сезон басталды. Жүзіктер. Лапка. Біздіңіздер лапкадан шаршамайды. 10 алып берсең 10 ойнайды, 100 алып берсең 100 ойнайды. Бұл лапканың бағасы қанша? Бағасы бұл жерде жоқ екен. Лапканың бағасы қанша? 300 теңге екен достар. Қараңыздар. Мынандай бар екен, Орео. И мынандай шашты бюролайтын бар. Қазіргі хит болып жатқан товарлар. Осылай алып шаштарыңызды бюролап, әдемі болып тойға барасыздар. Мына жақта резинкалар. Осындай ыдыста. Бұның бағасы 300 теңге екен достар. Ішінде қанша штук қараңыздар. Тарақтар. И мына жерде спонжиктің неше түрі бар екен. Аның бағасы 500 теңгеден ішінде 4 штук. И мына жақта органайзерлер бар екен. Қараңыздар. Бағасы 400, 500. И мына жақта қараңыздар достар. Посудалар бар екен. Штуғы 500 теңге. Өте әдемі екен. Қараңыздар, узорлары барлығы. Мына жақта тарақтар, бер, зажим.
Мынандай браслет бар екен. Келесі бізде осындай стаканчиктер. Мына мен айнасы десеңіздер достар, айнаның айғызын күшті кетіреді. Мен өзім осылай қолданып көргем. Айнаның айғызын жақсы кетіреді. Мына жақта уже хостоварлар. Губка, резинка. Мына жақта жидкое мыло барлығы бар екен. И ең главный осы хит болып жатқан осы салфеткалар бар екен достар. Біздің қыздар постоянно осындай салфетка қолданады. Алсаңыздар болады. Бұл салфетканың бағасы 400 теңге екен. Бағасы 400 теңге ғой? 400 ба? 450 теңге. 1000 теңгеге ма көрдік па? 1000 теңгеге көрдік, е? Или 500-ге көрдік па? Точно ұмытып қалдым, бірақ 450 теңге емес еді бағасы. Сабындар. Ана жақта осындай шлепкілер бар екен. Ана жақта киімдер, носкилер. Ең главный ана жақта екен достар, қараңыздар. Вау! Что за красота, вот трона, антистресс. И осындай вуаля. Осындай брелоктар. Қай персонажды жақсы көресіздер, осы іздеген персонажды осы жерден тапсаңыздар болады. Хит болып жатқан Куроми. Among Us бет қандай? Жансәуленің ұнататын персонажы. Микки Маус. И мынандай шаштар бар екен достар. Невидимкамен қысып қоясыздар. Шаштарыңыз осындай разноцветный болып жүреді. И мынандай бар. Разноцветный ұнатпайтын қыздарға осында однотонный бар. И мынандай бар. Шаштарыңызды екіге көріп аласыздар да, осылай качечка қылып істеп қоясыздар. Келесі мынау. Бұл да хит болып жатқан зат екен. Бұны қалай істейді? Оны соткаға жабыстырады да, любой жерге жабыстыра береді. Сотканың артына жабыстырып қоя ма? Мына жақта орамалдар. Осы жаққа келіп, қалаған затыңызды алсаңыздар болады. И достар, сіздерге бір хабарландыру. Біздің каналда ең активны болған подписчикке осы жерден бір затты біз подаркке алып беретін боламыз. Өте активны болған подписчикке, бізге комментарий жазатын подписчикке осы жерден қалаған затыңызды алып, сіздерге сыйға тартатын боламыз. Қыздар осылай покупка жасап жатыр. Өздеріне керек заттарын алып. Пока что біздің алған затымыз осындай.